Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай тарыдан дайындалатын қазақтың ұлттық десерті майсөктің жаңартылған нұсқасымен бөлісетін боламын. Енді өте дәмді болып шығады. Бұрынғы майсөкке тіпті ұқсамайды. Дәмі деген нәзік. Бұрында майсөк жей алмайтын болсаңыздар, осы нұсқа бойынша дайындап көріңіздерші, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Біздің тіпті балаларымызға дейін қатты ұнап қап, қайта-қайта сұрап жеген десерттердің бірі болатын. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен тарымызды 3-4 қайтара жақсылап жуып алатын боламыз. Ыдысымызға саламыз, кастрюльге. Және де сүт құямыз үстінен. Қанша керегін мен осы видеоның астында қалдыра кетемін. Егер сіздерге көп керек болса, мысалы, оны 2 есеге көбейтіп жасай аласыздар. Осылай сүтімізді құйып, енді қайнатамыз. Бір қайнағаннан кейін бетін жауып 15-20 минут шамасында осылай қалдырамыз. 15-20 минуттан кейін бір ыдысымызға саламыз. Оның үстінен қаймақты саламыз. Қойытылған сүтімізді және де балмұздақ, міндетті түрде осы балмұздақты қосып жасап көріңіздерші, өте дәмді болады. Емізетін аналар міндетті түрде жасап жесе, сүттері көбейетін болады. Осылай ауызашардан кейін десерт ретінде ұсынсаңыздар, өте керемет үйлеседі. Қонақтарыңыздың бәріне 100% ұнайтын болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің десертіміз дайын. Енді ыдыстарымызға құйып ұсынатын боламыз. Осындай креманкаларға құйып алдым. Және бетіне мороженое қоямыз. Менде бұл жерде ностальгия мороженыйын қойдым. Және де бетіне малинаны қойып шыққан болатынмын. Осылай әсемдеп ұсындым. Сіздер кез келген жемістерді, клубника қойсаңыздар да болады. Қойып ұсынсаңыздар өте керемет, әдемі болып шығады. Дастархандарыңыздың сәні әрі желініп кететін өте бір керемет дәмді десерт болып шығады. Осымен біздің тарыдан дайындалған десертіміз дайын. Майсөктің жаңартылған түрі. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, осы видеоның астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де өздеріңіздің де жақындарыңызбен, таныстарыңызбен осы видеомен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Және де достар, менің инстаграм парақшамда күнделікті жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Айсұлу _Маулинкул деп іздесеңіздер табасыздар. Подписаться батырмасын басып, менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да неше түрлі күнделікті тағамдармен бөлісіп отыратын боламын. Сіздермен болған Айсұлу, келесі кездескенше.